Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын өте дәмді бризольдің рецептімен бөлісемін. Барлық ингредиент описанияда жазылған. Алдымен бір ыдысқа фаршымызды, оған блендермен езілген пияз бен сарымсақты қосып, үстінен теркадан ірімшігімізді өткізіп, дәміне қарай тұз, бұрыш, кез келген ұнайтын дәмдеуіштерді себеміз. Және 2 қасық майонезді қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің фаршымыз дайын, бетін жауып, бөлек қойып қоямыз. Енді жұмыртқадан блины жасап алайық. Ол үшін сүтке 5 жұмыртқамызды қосып, үстіне кішкене тұз сеуіп, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған жұмыртқамыздан табамызды қыздырып, түбіне кішкене май жағып, бір ожаудан құйып, блины пісіреміз. Тек бір жағын ғана пісіріңіздер. Осы рецепт бойынша менде 5 штук блины шықты. Сондықтан мен дайын фаршты теңдей 5 бөлікке бөліп қоямын. Сонда әр қайсысына біреуіне аз, біреуіне көп болмай теңдей салынады. Енді блинымызды алып, фарштың бір бөлігін салып, жақсылап жайып, оны рулет жасап орап аламыз. Дәл осылай барлығын орап дайындап қоямыз. Енді бір ыдысқа осы бризольдарды салып, 180 градус пеште 30 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді біздің бризоль дайын. Қасына кез келген гарнир ұсынсаңыз болады. Сіздер де жасап көріңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ас болсын!